мына ападан мәдениет және ақпарат министрлігінен пәрмендер берілуде мына кино саласында жүрген бас шығарушыларға. Олардың айтуынша фильмдегі Назарбаев туралы сөзді алып тастаңдар деген. Енді біз сіздердің мына алып таста деген мына пәрмендеріңізге байланысты олар біраз жерлерін қысқартқан, енді оған жарайды деген, жарайды. Бұл енді алдында мемлекет өзі қабылдап алған фильмді бұлар қайтадан, қазақша айтқанда бұл сөздің ұяты жоқ, қайтадан піштіруге болмайды. Мінекей осындай негізсіз дүниелер жасалып жатыр. Ол жерде Назарбаев туралы сөз ол ирониямен айтылуы мүмкін, сарказммен айтылуы мүмкін, ол қарапайым қойшылардың өзінің осыда 93 жылғы әңгімелері, ол елге халық ішіндегі әңгімелер. Енді олардың құқығы бар жаңағы оны айтуға. Ол енді көркемдік шешім бір режиссердің. Цензура, бұны цензура демес амалымыз жоқ. Ал енді цензура кіргеннен кейін ол бітті. Одан кейін біздің жаңа мемлекетшілдік қайда қалады, ұлттық сана деп жатырмыз, оның бәрі қайда қалады? Сөз бостандығы, ой еркіндігі деген қайда қалады? Суреткерлер не істейді онда? Бәріміз сонда шетелге кетейік па, жер алайық па, Иран болайық па, Ауғанстан болайық па? Осының бәрі бізді қазір ашындырып отыр. Сондықтан әр нәрсені шегі болады. Сол, қойыңыздар бұндайды.